Ертеде бір түйе мен тышқан дос болыпты. Айрылмас дос болғандары соншалықты, бірінсіз бірі тамақ ішпейді екен. Түйе көңілі түссе тышқан досын өркешінің үстіне отырғызып қыдыртатын. Сондай бір жайма шуақ күндердің бірінде тышқан түйе досын іздеп келеді. Достым, ал қалай? Жақсымын, өзің қалайсың? Ой, сұрама, ұзақ жұмыстан әбден шаршап кеттім. Таң атқаннан кеш батқанша інніме дәм тасумен болдым. Шаршасаң жүр, серуендеп қайтайық. Мін менің өркешіме. Осылайша екі дос серуендеп кете барыпты. Анан қара, біреу қой айдап барады. Түлкі қоянды қуып кетті. Оң жақта қара құйын ойнақ салып жатыр. Тышқан түйеге айналада болып жатқанның бәрін жеткізіп отырғанды жақсы көреді екен. Бұлардың достығын көріп, кәрі сайтан қызғанады. Қызғанды да араздастырудың амалын ойластырды. Қайткен күнде де мен бұл екеуін араздастыруым керек. Ақыры тапты. Кәрі сайтанның таппайтын қулығы бар ма? Мен тезірек түйеге барайын. Кәрі сайтан түйеге келіп: Түйежан, сені аяймын. Жүдеп біттің, құтыл осы пәледен. Ол менің досым, мен оны сыйлаймын. Бұл сайтан бұнысымен тоқтамай: қалайша досым дейсің? Олардың баяғы өткен заманда сенің аталарыңды алдап, төбесіне шығып алып, жыл басы болып кеткен. Ал түйе біткен аузын ашып жүріп, бәрінен құр қалдыңдар.
Жоқ, мен саған сенбеймін. Сенбесең, ең құрмағанда сәл ойланып көрші. Неліктен түйе жыл басы бола алмай қалды? Солай ма? Түйе жұлқынып орнынан тұрды. Ол сайтанның азғырғанына еріп, мен оған көрсетейін алдағанда. Түйе тышқанға барып, ашу шақырып, күш көрсетпекші болды. Досының сұрланып кеткен түрінен қорқып, тышқан байғұс зып етіп ініне кіріп кетті. Міне, содан бері түйе мен тышқанның достықтары үзілген екен.